Мен өзімді ешқашан осындай жағдайға тап боламын деп ойламадым. Тұрмыстамын, жақсы күйеуім, балаларым бар. Сырт көзге қарағанда бәрі орнында сияқты еді. Үйімде, отбасымда бар. Бірақ адам жүрегіне әмір жүргізе алмайды екен. Бұл оқиға жұмысқа жаңа басшы келген кезде басталды. Ол менен шамамен 15 жас үлкен еді. Сабырлы, салмақты, әр сөзі орнықты. Алғашында оған жай ғана басшы ретінде қарайтынмын. Күнделікті жиналыстар, жұмыс тапсырмалары, ортақ жобалар бәрі қалыпты болатын. Бірақ уақыт өте келе оның маған деген ерекше ықыласын байқай бастадым. Бір күні жұмыстан кейін бәріміз тараған кезде ол мені кабинетіне шақырды. Жұмыс жайлы сөйлестік. Әңгіме бірте-бірте жеке өмірге ауысты. Менің ойларымды мұқият тыңдап отырды. Сол күні үйге келгенде көңілімде біртүрлі сезім қалды. Кейін мұндай әңгімелер жиілей бастады. Ол әрдайым менің қалімді сұрайтын, көңіл күйім жоқ болса байқап қоятын, кейде менің өзімде айтпаған нәрселерді сезетіндей көрінетін. Үйде бәрі бұрынғыдай еді, бірақ менің ішкі жан дүнием өзгеріп бара жатты. Күйеуім жұмыстан келіп балалармен ойнайды. Күнделікті тіршілік жалғасты. Таңертең қандай киім киетінімді ұзақ таңдайтынмын. Оның көзіне қалай көрінетінім маңызды болып кетті. Бір күні ол «Сен өте мықты әйелсің» деді. Осы қарапайым сөз менің есімде ұзақ сақталып қалды. Өйткені мұндай сөзді бұрыннан бері ешкім айтпаған еді. Уақыт өте бір-бірімізге үйреніп кеттік. Бір-бірімізді сөзсіз түсінетіндей болдық. Бірақ менің ішімде үлкен арпалыс басталды. Бір жағында отбасым, екінші жағында жүрегім пайда болған жаңа сезім. Кей түндері ұйықтай алмай шығатынмын. Өзімді кінәлі сезінетінмін. Неге бұлай болды деп өзімнен қайта-қайта сұрайтынмын. Жұмысқа келсем оны іздеп тұратынмын. Оның күлгені, сөйлегені, тіпті қарапайым амандасқанының өзі көңіліме әсер ететін. Солай жүргенде екеуміз бір-бірімізбен қосылып тындық. Айлар өтті. Мен өз өміріме сырттан қарап тұрған адам сияқты болдым. Бір күні айнаға қарап тұрып өзіме сұрақ қойдым. Мен шынымен не қалаймын? Сол кезде түсіндім. Кейде өмірдегі ең қиын нәрсе біреуді жақсы көру емес, ең қиын нәрсе дұрыс шешім қабылдау. Өйткені кез келген шешімнің артында біреудің бақыты, біреудің көз жасы тұруы мүмкін. Сол себепті мен асығыс қадам жасағым келмеді. Жүрек сезімді таңдайды, ал ақыл оның салдарын ойлайды. Мен ұзақ уақыт осы екеуінің арасында жүрдім. Ал өмір маған әлі де өз жауабын бермеген еді. Сол күннен кейін менің өмірім бұрынғыдан да күрделене түсті. Күн сайын өзіммен өзім күресетінмін. Жұмысқа барсам оны көремін. Үйге келсем күйеуім мен балаларым қарсы алады. Бір күні жұмыста үлкен жоба басталды. Басшым екеуіміз жиі бірге жұмыс істеуге мәжбүр болдық. Күн сайын кездесіп сөйлесеміз. Бір-бірімізді бұрынғыдан да жақсы тани бастадық. Ол маған өзінің өмірі туралы айтты. Жастық шағы, армандары, жетістіктері, өкініштері. Мен де өз сырымды бөлістім. Кейде оған айтқан нәрселерімді күйеуіме де айтпағанымды байқап қалатынмын. Осы нәрсе мені қорқытатын. Бір күні кеңседе екеуіміз ғана қалдық. Ол мені әңгімеге тартып құшақтай бастады. Бір уақытта «Сен бақыттысың ба?» деп сұрады. Бұл сұраққа бірден жауап бере алмадым. Шынымен бақыттымын ба? Үйім, отбасым, балаларым бар. Бірақ соңғы уақытта өзімді жоғалтып алғандай едім. Мен үнсіз қалғанымды көріп, ол ештеңе демеді. Сол үнсіздік бәрінен де ауыр болды. Үйге келгенде балаларым ұйықтап қалыпты. Күйеуім ас үйде шай ішіп отыр екен. Ол маған қарап, «Шаршап жүрсің ғой соңғы кезде» деді. Мен басымды изедім. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Өйткені ол жаман адам емес еді. Керісінше әрдайым отбасын ойлайтын жан болатын. Мәселе ода емес, мәселе менің ішкі күйімде еді. Келесі апталарда өзімді қолға алуға тырыстым. Басымнан алыс жүруге тырыстым. Қажет болмаса кабинетіне кірмейтін болдым.
бірақ ол бәрін түсінген сияқты еді. Бір күні ол, егер бұл саған ауыр болса, мен сені қинамаймын деді. Оның осы сөзі мені одан сайын ойландырды. Қатты ойға шомылып, сол кезде өзіме сұрақ қойдым. Бір сәттік сезім үшін қанша нәрседен айырылып қалуы мүмкін? Жауап табу оңай болған жоқ. Бірақ сол күннен бастап өз өміріме басқаша қарауды үйрене бастадым. Бір күні кешке балалар ұйықтап қалған соң күйеуім менімен сөйлескісі келетінін айтты. Біз ас үйде отырдық. Айқайлаған жоқ, ұрысқан жоқ. Тек соңғы уақытта сен алыстап кеттің деді. Мен көзімді төмен түсірдім. Мүмкін мен қателесіп жүрген шығармын, бірақ бұрынғы сен жоқ сияқтысың. Осы сөздерді естігенде жүрегім ауырып кетті. Өйткені ол шындықтың бір бөлігін байқап қойған еді. Сол түні мен ұзақ ұйықтай алмадым. Терезеден сыртқа қарап отырып, өткен жылдарды есіме алдым. Таң ата бергенде мен бір шешімге келуге дайын екенімді сездім. Өйткені қанша жасырғанмен шындықтың бір күні бәрібір жарыққа шығатынын түсіндім. Ал сол күн жақындап келе жатқандай еді. Таң атқанша көз іле алмадым. Терезеден сыртқа қарап отырып, өмірімнің соңғы бірнеше айын қайта-қайта ой елегінен өткіздім. Бәрі бір қарапайым таныстықтан басталған еді. Ал енді мен үлкен шешімнің алдында тұрдым. Таңертең балаларымды оятып мектепке дайындадым. Олардың күліп жүргенін көрген сайын жүрегім шымырлайтын. Өйткені қандай шешім қабылдасам да, оның әсері тек маған ғана емес, жақындарыма тиетінін түсіндім. Сол күні жұмысқа ерекше көңіл күймен бардым. Басшым мені көргенде бірден бір нәрсені сезгендей болды. Түске қарай сөйлесуге шақырды. Кабинетте біраз уақыт үнсіз отырдық. Сосын мен бірінші болып сөз бастадым. Мен көп ойландым дедім. Ол үнсіз тыңдап отырды. Соңғы айларда болған нәрселердің бәрі мен үшін маңызды болды. Бірақ мен өз өмірімнің жауапкершілігін ұмытқым келмейді. Ол басын изеді. Көзінен өкініш байқалды. Бірақ түсіністік те бар еді. Мен сені түсінемін деді жай ғана. Сол сәтте көзіме жас келді. Өйткені кейде адамдар бір-бірін жақсы түсінсе де бірге бола алмайды. Өмір әрдайым жүрек қалағандай бола бермейді. Сол күні жұмыстан шыққанда өзімді жеңіл сезіндім. Бір жағынан мұң болды, бір жағынан тыныштық орнағандай еді. Үйге келгенде күйеуім балалармен бірге отыр екен. Олардың дауысы үйдің ішін қуанышқа толтырып тұрды. Мен сол көрініске ұзақ қарап қалдым. Бұрын байқамайтын қарапайым бақыттарды көре бастадым. Кешке күйеуім екеуміз ұзақ сөйлестік. Соңғы кездері арамыз алыстап кеткенін мойындадық. Бір-бірімізді тыңдауды азайтқанымызды түсіндік. Отбасы тек махаббатпен ғана емес, күн сайынғы қамқорлықпен, сеніммен және еңбектенумен сақталатынын ұқтық. Әрине, бәрі бір күнде түзеліп кеткен жоқ. Бірақ ең бастысы қателіктен сабақ алып, алға қарай дұрыс қадам жасау. Сол кезде өзіме күлімсіреп, кейбір оқиғалар өмірге өзгеріс енгізу үшін емес, бізге өмірдің қадірін түсіндіру үшін келеді екен дедім. Және осы жолы мен өз жауабымды тапқан едім.